Мына видеоны біздің Қазақстанда туризмді дамытып жатқан адамдарға жіберіңіздерші достар, егер танитын болсаңыздар. Меніңше бұл өте керемет идея. Біздің өзіміздің ұлттық ертегідегі персонажды алып, осындай музей ашуға болады достар. Ол біздің ертегідегі персонаждарды, мысалы Қожа Насырды алайық, соны алып түрлі образға енгізіп музей ашуға болады. Біз қазір мына екінші этажында жүрміз мына музейдің. Мына аюлар уже басында кірген жерде кәрістердің ұлттық киімдерін киді, одан кейін теңіздің астына түсті, одан кейін космосқа ұшты. Енді қазір міне баяғы динозаврлар өмір сүрген заманда жүр олар, қараңыздар. Басқа образдарға енді мына аюлар теңіз астына түсіп кетті, космосқа шықты мына. Мына уже Арктикада жүр уже. Что идея креативно очень придумана. Біздің де алдар көсе деген сияқты ұлттық ойыншықтарымызды өйстіп музей жасап қойсақ болады ғой, персонаждарын жасап, иә? Что идея сияқты. Музейлер осындай да болады екен достар, не обязательно исторический. Міне, баяғы заман. Палеолит дәуірі ме, қандай дәуір еді, шатасып тұрмын достар, айып етпеңіздер. Білсеңіздер жазып кетіңіздер комментарийге. Дәл осыны біз жасасақ, туристерге керемет болар еді деген ойдамын. Елестетіңіздер, міне біздің Қожа Насыр осылай тұр. Немесе Мақта қызды алайықшы, иә. Мақта қыз бен Қожа Насыр өйстіп тұр, елестетіп көріңіздер, иә. Тағы қандай ертегілер бар? Қарлығаш пен Дәуіт. Тағы қандай ертегілер бар біздің танымал ұлттық. Наса. Ең алғашқы қазақ ертегісі мультфильмі ол Қарлығаш пен Дәуіт туралы, иә, содан да жасап қойға болады. Bunny Bear Museum. Ал кеттік. Кім көрген? Кім білген? Сен солай тұр тоже, мен сені түсірем суретке. Соңында аюлар достар міне әлемдік мультфильмдердің де образына кірді, даже киноның да. Даже міне Терминатордың да образына кіріп кетті. Миньон болып кетті аю жаңағы. Пожалуйста. Идея, креативность. Ойға не келеді, соны іске асырған ғой достар. Айдың ішіне аюлар кіргізіп тастапты. Әйелдің флагы мынау. Даже Суперменнің образына кірді.